Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Математика сабағын бастаймыз. 149 сабақ, бөлім есептер. Ортақ тақырып ғарышқа саяхат. Сабақтың тақырыбы құрама есептер, ғарыш айлақ. Сен осы сабақта құрама есептерге талдау жасай аласың. Есепті әртүрлі тәсілмен шығарып, тиімді тәсілді анықтайсың. Балалар, Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мына бейнежазбаға назар аударыңыздар. Байқоңыр адамзаттың ғарыш кеңістігін игерудегі көптеген бастамаларында бірінші болған тарихтағы ең атақты ғарыш алаңы. Оның іргетасы 1955 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында қаланған. Тұңғыш жердің жасанды серігі, қуатты ракета және адамзаттың алғашқы ғарышкері қазақ жерінен Байқоңырдан ұшырылған болатын. Күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктермен ғарыш кемелері, орбиталық станциялар, метеорологиялық бақылаулар жүргізуге арналған жасанды жер серіктерін бірінші рет Байқоңырдан ұшырды. Қазіргі таңда Байқоңыр қаласы мен космодромы Байқоңыр жиынтығын құрайды. Екі ел арасындағы келісім бойынша Ресей елі Қазақстаннан Байқоңырды 2050 жылға дейін жалға алған. Байқоңыр ғарыш алаңынан бірінші ұшқан алғашқы қазақ ғарышкерлері Талғат Мұсабаев және Тоқтар Әубәкіров еліміздің ғарыш саласындағы елеулі қайраткерлері. Балалар, ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ғарыш айлақта екі жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 километр, екіншісіне 2 есе кем сым жұмсалды. Егер 1 километр сымның массасы 159 килограмм болса, жұмсалған барлық сымның массасы қанша? Есепке талдау жасайық және шығарайық. Балалар, бірінші желіге ұзындығы 48 километр, екіншісіне 2 есе кем сым жұмсалыпты. Олай болса, екінші желіге жұмсалған сымның ұзындығын табу үшін 48-ді 2-ге бөлеміз. 24 километр. Екі желіге барлығы неше километр сым жұмсалғанын табу үшін 48 бен 24-ті қосамыз. 72 километр болады. Егер 1 километр сымның массасы 159 килограмм болса, жұмсалған барлық сымның массасын табу үшін 72 мен 159-ды көбейтеміз. 11448 килограмм болады. Олай болса, жұмсалған барлық сымның массасы 11448 килограмм. Міне балалар, осылай бірнеше амалмен шығарылатын есептерді құрама есептер деп атайтын едік. Естеріңе түсті ме? Балалар, ендеше оқу мақсатына берілген тапсырмаларды орындайық. Екінші тапсырма. Зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-дан 1 бөлігі болаттан, 2725-і темірден, қалғаны алюминийден жасалды. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек шығарады? Кәне балалар, есепті талдап шығарайық. Зауыт жылына 16326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-тан 1 бөлігі болаттан дайындалған болса, 16326-ны 6-ға бөлеміз. Сөйтіп болаттан неше бөлшек дайындалатынын тауып аламыз. Оған 2725-ті қосып, болат пен темірден жасалған барлық бөлшектерді табамыз. Сонда 5446 бөлшек болды. Ал алюминийден жасалған бөлшектерді табу үшін 16326-дан 5446-ны азайтамыз. Сонда зауыт жылына 10880 алюминий бөлшек дайындайды екен. Ал енді балалар, келесі есепті тыңдайық. Зауыттың 425 жұмысшысының әрқайсысы күніне 236 бөлшектен жасайды. Оның 25-тен 1 бөлігі авиатехниканы жөндеуге,
ал қалған бөлшектің жартысы жаңа техника дайындауға жіберіледі. Неше бөлшек жаңа техника дайындауға жіберіледі? Кәне балалар, есепке талдау жасап, шығарып көрейік. 425 жұмысшының әрқайсысы күніне 236 бөлшектен жасайтындықтан 425-ті 236-ға көбейтеміз. 100.300 бөлшек дайындайды. Авиатехниканы жөндеуге жіберілген 25-тен бір бөлігін табу үшін 100.300-ді 25-ке бөлеміз. 4012 бөлшек. Қалған бөлшекті табу үшін 100.300-ден 4012-ні азайтқанда 96288 бөлшек шығады. 96288 бөлшектің жартысы жаңа техника дайындауға жіберілсе, 96288-ді 2-ге бөлеміз. 48144 бөлшек жаңа техника дайындауға жіберіледі. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Жас ғарышкерлер үйірмесінің кіші тобында 45 оқушы, ал ересектер тобында 27 оқушы бар. Бұйым жасау үшін әрқайсысына 4 метрден сым берілген болса, барлығы қанша метр сым сатып алу керек? Балалар, есепке талдау жасайсыңдар. Есепті әртүрлі тәсілмен шығарасыңдар. Осы тапсырманы өз беттеріңше орындап көріңдерші. Уақыт кетті. Олай болса, экранға назар аударайық. Сендер де осылай шығарған боларсыңдар? Жарайсыңдар, балалар. Ал ендеше келесі есепті тыңдайық. Үшінші тапсырма. Осы үйірме үшін әрқайсында 9 үлкен батарея бар, 8 қорап, және әрқайсында 18 кішкентай батарея бар, дәл сондай қорап әкелінді. Барлығы неше батарея әкелінді? Балалар, бұл тапсырманы өз бетімізше орындайық. Уақыт кетті. Балалар, тапсырманы орындап болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Сендер де осылай шығардыңдар деген сенімдемін. Жарайсыңдар, балалар. Қанеки, балалар, математика күнделікті өмірде айдарында берілген 6-шы тапсырмадағы есептерді шығарып көрейікші. Уақыт кетті. Ендеше, тапсырманы орындап болсаңдар, экранға қарап, тексеріп көрейік. Сендер де дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мен құрама есептерге талдау жасай аламын. Есепті әртүрлі тәсілмен шығарып, тиімді тәсілді анықтай аламын десеңдер, онда өзіңді өзің бағала. Егер сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды десеңдер, қызғылт сары түсті. Сабақты жақсы түсіндім десеңдер, көк түсті. Тақырып бойынша әлі ізденуім керек десеңдер, қызғылт түсті сандықты белгілейсіңдер. Жарайсыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.